Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым? Әңгімені аяғына дейін тыңдап, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Арман таңғы 7-де әрең дегенде төсектен тұрды. Кешегі шаршағаны әлі басылмаған. Жұмыстан кеш қайтып, түнгі 2-ге дейін телефон шұқылап отырғанын өзі де түсінбейді. Қаланың у-шуы басталып кеткен. Көп қабатты үйдің терезесінен төменге көз салды. Адамдар асығыс, біреулер автобусты қуып жүр, біреулер кофесін көтеріп жұмысқа кетіп барады. Арман үшін бұл таң күнделікті қайталанатын, еш мағынасы жоқ бір сәт секілді. Кенет телефоны шыр ете қалды. Асықпай барып қараса, анасы екен. Кейін өзім хабарласамын, деп телефонды үнсіздікке қойып тастады. Жуынып, киініп, сыртқа шыға бергенде, подъезде көрші апайға көзі түсті. Ол бір түрлі тұнжырап тұр екен. Арман, қарағым, сенің анаң аман ба? Деді ол күмәнді жүзбен. Арман тосылып қалды. Иә, неге сұрадыңыз? Апай басын шайқады. Білмеймін, кеше көршілердің естідім. Ауылда бір үлкен кісі ауырып қалыпты деп. Арманның жүрегі тарс ете қалды. Кеше де анасы хабарласқан. Бірақ ол жауап бермеген еді. Телефонын қалтасынан асығыс шығарып, анасына қоңырау шалды. Ұзақ күткеннен кейін біреу тұтқаны көтерді. Бірақ бұл анасы емес, әпкесі еді. Арман, сен қайда жүрсің? Біз сені іздеп жатырмыз, деді әпкесі дірілдеген дауыспен. Не болды? Арманның даусы жарықшақтанып кетті. Анашымыз таңертең жүріп кетті. Телефон Арманның қолынан сусып түсті. Әлем бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Кеше, небәрі, кеше ғана анасы хабарласты. Ол болса жауап бермеді. Кейін сөйлесемін, деді. Ал енді кеш. Ол асығыс ауылға жеткенде барлығы жиналып қалған еді. Анасы ақ матаға оранып үйдің ортасында жатыр. Енді ешқашан оған қоңырау шалып, балам, қалайсың деп сұрамайды. Енді ешқашан даусын естімейді. Арман ішінен айқайлап жібергісі келді. Бірақ бәрі кешеді. Арман үйге кірген сәтте жан-жақтан еңіреген дауыс құлағын жарып жібере жаздады. Көз алдында ақ жаймамен жабылған анасының денесі. Ол бұл көрініске сене алар емес. Кеше ғана тірі, сөйлеп тұрған жан қалайша бүгін үнсіз қалды. Бір сәтке өзіне келе алмай табалдырықта мелшиді де қалды. Әпкесі оның жанына келіп қолынан ұстады. Кешіктің. Арман, анамыз сені күтіп кетті. Бұл сөз оның жүрегін қанжардай осып түсті. Күтіп кетті. Арманның көз алдында анасының телефонға қарап, ұлым қазір қайта хабарласар деп үміттеніп отырғаны елестеді. Ол болса кейін сөйлесемін деді. Көзіне ыстық жас толып, анасының жанына тізе бүкті. Дәл қазір ол бәрін, бүкіл өмірін беруге дайын еді. Тек анасымен соңғы рет сөйлесе алса ғой. Анашым, кешірші деп айта алса ғой. Бірақ енді бәрі кеш. Қаралы топ жиналып жаназа намазына оқылды. Арман анасын бетін соңғы рет ашқанда жүрегі қарс айрылды. Бұл жансыз жатқан дене өзінің осы өмірге ең қымбат адамы еді. Ол ештеңе сұрамайтын, ештеңе талап етпейтін, тек балалары аман болса, соған шүкірлік ететін. Анасы жер қойнына тапсырылғаннан кейін үй іші тып-тыныш боп қалды. Тек анасының даусы Арманның құлағында жаңғырып тұрды. Балам, қалайсың? Ол телефонды алып анасының нөмірін терді. Абонент қолжетімсіз. Енді мәңгілікке қолжетімсіз. Сол күннен бастап Арманның өмірі өзгерді. Ол жұмысына да, достарына да суып кетті. Енді қоңырау шалған адамның әрқайсына бірден жауап беретін болды. Ешкімнің хабарын ертеңге қалдырмайтын. Өйткені ол ертең деген күннің кейде келмейтінін түсінді.